Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге 2 минутта дайын болатын кез келген тағаммен ұсынылатын корейский салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге осындай свежий огурцы керек болады. Видеодағыдай бөліктерге бөліп турап алыңыздар. Терканың осындай тісімен морковымызды өткізіп аламыз. Мінекей морков осындай болуы керек. Қараңыздар. Және осы кезде дәміне қарай тұз, қант саламыз. Арнайы соусын дайындаймыз. Соусын дайындау үшін сұйық майды отқа қоямыз. Қатты қыздырып майды, кішкене ғана ашық қызыл бұрыш қосып, жақсылап тұрып араластырып, шамамен отта 5 минут ұстаңыздар. Және қызып тұрған майды біздің салатымыздың үстіне толықтай құйып жібереміз. Және де арнайы магазиндерде осындай чим-чимнің приправасын алып пайдалансаңыздар болады, морковный. Енді барлығын толықтай жақсылап тұрып қасықтың көмегімен немесе қолмен жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Барлығын толықтай араластырып, таза әдемі ыдысымызға салатымызды орналастырып, бетіне кунжут мак сеуіп қойсаңыздар болады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерде ешқандай өкініш болмайды. Дәмі деген супер болып шығады. Бір жасағаннан енді дәмі ауыздарыңызда қалып қояды. Міндетті түрде жасап, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Достар, мен бұл жерде бір порция ғана жасадым. Егер сіздер бұдан көп қып жасасаңыздар, морковты, огурцыйды 3-4 есе қосып жасауға болады. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.